Ал қыздарымды қуып әкеліп жүріп кеттік, маған көмектесіңдер, абрикосты теріп беріңдер деп, осылай талды сілкіреп абрикостарымызды жинатып алдым. Бұл балалар дейтін, қазіргі балалар дейтін абрикос жинауға жалпы егіннің ішіне кіруге білмеймін неден жүрексінетін. Жалпы енді өзіміз бала күнімізде шыны керек көршінің шарбағынан ұрлап та жейтін едік қой. Қазір Аллаға шүкір, бәрі доступны, бәрі бар өзіміздің қолымызда. Мен әрдайым осылай жыл сайын қысқа осылай банка жауып тастаймын. Менің алманың согын жасағаным видеосын салдым, қарасаңыздар болады. Мынау менде абрикосовый сок, кәдімгі таза мякоті дейді ғой, қою. Осылай мен дейтін абрикосты жақсылап жуып, оны дейтін осылай үстіне су құямын да, блендермен езіп, сақылдатып секерін салып осылай қайнатып аламын. Оны қайнату мерзімін, яғни мен оған бір белгілі бір мөлшерде уақыт қоймаймын. Яғни сақылдатып қайнағаннан кейін мүмкін 45 минут болар, мүмкін 1 сағат болар. Осылай қайнатып алғаннан кейін банкаларымды стерильдеп, қақпағын бәрін стерильдеп, осылай қысқа жауып тастаймын. Міне банкасы жабылған.